Бұл енді намаз құлшылығын, ораза құлшылығын бұл саудадағы саудагердің мәмілесі жасамауымыз керек. Яғни намазым қаншалықты қабыл болды, оразам қаншалықты қабыл болды деп күмәнға батудың қажеті жоқ. Намазға мен қаншалықты өте алдым. Яғни намаз сондай нұр, ораза да сондай нұр да. Рамазан өтіп кетті. Бүгін соңғы күн, Алла берсе, Алла қабыл етсін. Бірақ Рамазаннан кейін бойымыздан көріну керек сол. Яғни Рамазан қаншалықты бізді қабылдады. Рамазаннан кейін де бойымызды солай түзеп жүре алсақ, онда біліңіз, Рамазандағы оразаңыз қабыл болды. И намаз да сол. Намазым қаншалықты қабыл болып жатыр деген сұрақ мазалайтын болса, біл, намаз сені қаншалықты қабылдады. Намаз оқып болғаннан кейін де келесі намазға шейін қоғамда өзіңізді әдепсіздіктен тыйып жүре алсаңыз, күнәдан тыйылсаңыз, біліңіз, намазыңыз қабыл болып жатыр. Өйткені Алла Құран кәрімде инна сола танха анил фахши вал мункар деген. Расында намаз сенді арсыздықтан, күнәдан тыяды дейді. Демек, сол намазға лайықты жүре алсаңыз, демек намаз сізді тыяды да көре алсаңыз болады дейді да ғалымдар айтады. Демек біз өзімізді барынша қаншалықты намазға, оразаға лайықты бола аламын деп өзімізді дамытсақ, онда бәрі жақсы болады.